Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз 6 сынып workbook кітапшасынан 4 сабақты өтеміз. Page number 10, 10 бет, vocabulary, hobbies and interests. Хобби және қызығушылықтар. Students bookта бұны біз өткенбіз, енді бұл жерде бізде workbookпен жұмыс болып тұр. Exercise number 1, choose the correct words. Бұл жерде берілген қара сөздердің біреуінің мағынасына қарап, дұрысын таңдап қоямыз. The first, бірінші, 5 people in our class are big fans of the film. Actors, players, Johnny Depp and Angelina Jolie. Енді аударамыз. Біздің сыныптағы 5 адам Анджелина Джоли мен Джонни Депптің үлкен фанаттары болып табылады. Яғни фильм актерларының фанаттары болып табылады, немесе ойыншылар дейді. Бұл жерде қайсы ұйқасып тұр? Ойыншылар деп, бұл жерде спорттық ойыншыларды айтып тұр. Яғни actors ол актерлар болады, өйткені фильмнің сөздері болып табылады. Actors. Біз біріншісін actors деп аламыз. Екінші, our teacher loves computers. Біздің мұғалім компьютерлерді жақсы көреді. He's got a new white program, немесе laptop in his bag. Оның сөмкесінде жаңа бағдарлама немесе ноутбугі бар. Яғни бұл жерде бағдарлама сәйкес келмейді. Біз laptop, ноутбук деп алдық. Ноутбугі бар. Окей, үшінші. My friend has got a guitar and she's in a group team. Менің досымның гитарасы бар. Және де ол гитарадағы бір топ мүшесі болып табылады, яғни ойнайды деген мағынада. Бұл жерде group пен teamнің айырмашылығы, group топ болса, team деген команда. Team бұл жерде команда, яғни спортқа қатысты сөз болып табылады. Сондықтан үшінші бізде жауабы group болады. Төртінші, one of my classmates is interested in martial arts. Менің сыныптастарымның біреуі боевое искусство күрестерге қатты қызығады дейді. He's into carrot websites, programs on the internet. Ол әсіресе интернеттегі бағдарламаларды, карате жайында бағдарламаларды көреді, қызығады сол жақтарға. Яғни бұл жерде websites дегеніміз ол интернеттің ішіндегі бір веб-сайтты айтып тұр. Мүлдем спортқа қатысы жоқ. Сондықтан біз төртіншіні programs деп алдық. Окей, бесінші. I like all the Harry Potter books. Мен Гарри Поттердің барлық кітаптарын жақсы көрем, ұнатамын дейді. The films groups are good too. Фильмдері де немесе топтары да өте жақсы екен. Жақсы. Яғни бұл жерде groups деп мүлдем сәйкес келмейді. Оның себебі Гарри Поттерді өте жақсы білеміз, барлығымыз киносын көргенбіз. Мына films болып, осы жауабы films болады. Енді алтыншы соңғысы. I'm mad about Lady Gaga. She is a fantastic singer, немесе director болады. Яғни бұл жерде мен Леди Гага әншісін өте қатты жақсы көремін, немесе қызығамын. Ол фантастикалық әнші болып табылады. Бірақ директор емес. Яғни басшы емес та. Бұл жерде әншіні меңзеп тұр, сонда singer. Алтыншы жауабымыз бізде singer болады. Окей, exercise number 2. Жалғастырамыз. Complete the emails with the words in the box. Мынау кестенің ішіндегі берілген сөздерді, көмекші сөздерді біз сызықшаның орнына әдеттегідей аударып, мағынасына қарап қоюымыз керек екен. Окей, the first. Бұл жерде екі адамның суретін берген. Біріншісінде бала, одан кейін екіншісінде қыз. Біріншісін көрейік. Баланың аты Lewis Evans. Hi, my name is Lewis Evans. Сәлем, менің атым Lewis Evans. I'm 12. Менің жасым 12-де. And I go to a big school in Chester in England. Мен Англиядағы Честер үлкен мектепке барамын. Честер қаласындағы дейді,
үлкен I'm really into sport, especially football, and my favorite мен өте қатты спортқа қызығамын, әсіресе соның ішіндегі футбол және менің сүйікті ары қарай сүйікті деп сызықша қойып, значит is Cristiano Ronaldo. Кристиано Роналдудың деп қойған. Енді бұл жерде не болады? Бірінші жауабы ойлансақ, бұл жердегі бірінші жауабымыз бізде player болады. Мына жерде біз player'ны алдық. Не үшін? Себебі Кристиано Роналдо ол ойыншы болып табылады, спортқа қатысты сөз. Сосын сүйікті, жаңағы бұл спортты айтып тұрған соң бізде енді player болады. Осы сөз сәйкес келіп тұр. Ары қарай, I'm also interested in TV and cinema. Мен және де теледидардағы бағдарламалармен және кинотеатрының өзінің не қызығамын дейді. My favorite is The Simpsons. Бұл жерде яғни бағдарламаны айтып тұр меңзеп, себебі TV and Cinema деген осы программға сәйкес келеді. Simpsons-тардың бағдарламаларын мен сүйіп көремін дейді. Өте сүйікті бағдарламаның бірі болып табылады. I'm also into American and American нені айтып тұр бұл жерде, яғни үште films. Мен және де американдық фильмдерді ұнатамын. Және де I like their actor Matt Damon. Және де мен соның ішіндегі Matt Damon актерін жақсы көрем дейді. What are your interests? Ал сіздің қызығушылығыңыз қандай деп сұрап тұр. Окей, жалғастырамыз. Енді екінші графаға қараймыз. Hi, I'm Megan. Менің атым Megan. Сәлем, менің жасым 13-те. I'm 13 and I'm from Narooma in Australia. Мен Нарума қаласындағы, Австралия еліндегі Нарума қаласынанмын дейді. At the weekend, мен демалыс кездері I love getting together with classmates. Мен өзім класстастарыммен бірге өткізуді ұнатамын дейді демалыс кездері. Және де in the sea, теңіздегі, енді қай сөз болады бұл жерде? Swimming, әрине, теңіздегі жүзгенді ұнатамын дейді. Ары қарай, I also really like music. Әрине, және де мен музыканы өте жақсы көремін. Especially, әсіресе музыканы бұл жерге қатысты сөзіміз бізде classical алтыншысы. Классикалық музыка және де and hip hop. Мінеки hip hop. My favorite singer is Kanye West. Менің сүйікті әншім Kanye West болып табылады. Және де I'm into a lot of different bands. Соңғы bands сөзін алдым. Және де мен дейді көптеген түрлі топтарды ұнатам. Band деп бұл жерде квартетті айтып тұр. 4 адамнан тұратын топтар болады әншілер. Міне соны band дейді. Okay, are you interested in music and meeting friends too? Ал сізше музыкамен, достармен музыкаға және достармен кездесуді қызығасыз ба? Сондай қызығушылықтарға қызығасыз ба деп сұрап тұр екен. Енді екеуінің диалогы болып тұр бұл жерде. Okay, exercise number 3. Бұл жерде не істеуіміз керек? Берілген кестенің ішіндегі сөздерді яғни сәйкестендіріп табуымыз керек. Мына берілген сөздердің ішінен артық сөз табуымыз керек. Бірінші кеттік. Skiing, guitar, hip hop, band. Гитадан алайық, себебі skiing, жауабы skiing болады. Не үшін? Себебі гитара, хип-хоп тоже музыкаға қатысты. Band жаңа түсіндіріп кеттім. Бұл да музыка әлеміне байланысты сөз болып табылады. Сонда skiing бұл жерде артық сөз болған соң skiing жауабы болып тұрады. Екінші, program, film, team, director. Программ бағдарлама, фильм, team команда, спорт командасы, director бұл жерде бір бағдарламаның басшысы деген мағынада, режиссер деген сияқты. Ағырай сонда бізде екіншінің жауабы team, спортқа қатысты сөз болып тұрғандықтан мына жерге мүлдем қатысты сәйкес келмейді, артық сөз team. Үшінші, website, mouse, drama, webcam. Бұл жерде жауабы drama болады. Не үшін? Себебі веб-сайт, интернеттің веб-сайттары, mouse бұл жерде тоже компьютерге қатысты тышқанды айтады. Веб-камера,
ары қарай драма дегеніміз бұл жерде дабылшы, барабаншы, бұл жерде музыкаға қатысты сөз, сондықтан мына жанындағы сөздерге сәйкес келмейді. Төртінші player, science fiction, referee and match. Бұл жерде төртіншіде артық сөзіміз science fiction біз өткен сабақта өткенбіз, фантастика деген сөз артығы. Player бұл жерде спорт ойыны, referee дегеніміз бұл жерде судья, яғни мысалға теннис ойыншысы болса, төбеден қарап тұрған, немесе бір судья болады ғой, футболда болса, сол судьяны айтады. Ары қарай матч дегеніміз бұл кәдімгі матч, ертең келесі матч деген сияқты. Бұның барлығы да спорт болғаннан кейін мына жерде science fiction артық сөзіміз фантастикалық. Окей, келесі exercise number 4. Бұл жерде берілген сөздерді мына жерге өздеріңіз қалаған бір сөз, бүгінгі өткен, алдыңғы сабақта өткен қалған бір сөздерді қойып, мысалға дейді animals, art, books, о TV, о компьютер деген сияқты мына жерге қойып, соған қатысты, именно сол сөзге қатысты сөздерді біз тауып мына жерге жазуымыз керек. Енді бұл жерде маңызды емес шығар деп ойлаймын, мына жерде барлығын толтыру, бірақ мүмкін болса өте күшті болады. Ары қарай computers, мысалға мәселе мен computers алдым, laptop, websites, webcam, email, mouse, internet, computer games деген сияқты. Сонымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындаймыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.